Бүгін мен сіздерге ClassDojo платформасын дене шынықтыру сабағында тиімді қолдану жолдары туралы айтып беремін. Қазіргі білім беру жүйесінде цифрлық құралдар мұғалім жұмысының ажырамас бөлігіне айналды. Соның бірі ClassDojo. Бұл платформа оқушылардың тәртібін бақылауға, мотивациясын арттыруға және ата-анамен байланысты нығайтуға көмектеседі. Дене шынықтыру сабағында ClassDojo'ны қолдану өте ыңғайлы. Мысалы, сабақ барысында белсенділік танытқан, жаттығуды дұрыс орындаған немесе командамен жақсы жұмыс істеген оқушыларға бірден ұпай беруге болады. Бұл оқушыларды ынталандырып, жарыс рухын қалыптастырады. Сонымен қатар, қауіпсіздік ережелерін сақтаған үшін де ұпай беру тиімді. Бұл балалардың тәртіпке жауапкершілікпен қарауына әсер етеді. Ал ережені бұзған жағдайда, ескерту ұпайларын қою арқылы тәртіпті реттеуге болады. Тағы бір артықшылығы командалық жұмыстарда пайдалану. Мысалы, сыныпты бірнеше топқа бөліп, эстафета немесе спорттық ойын кезінде топтық ұпай санауға болады. Бұл оқушылардың ұйымшылдығын, бір-біріне қолдау көрсетуін дамытады. ClassDojo арқылы ата-аналарда баласының сабақтағы белсенділігі мен жетістіктерін көре алады. Бұл ата-ана мен мектеп арасындағы байланысты күшейтеді. Қорытындылай келе, ClassDojo дене шынықтыру сабағын қызықты, әділ әрі мотивацияға толы етуге көмектесетін тиімді құрал. Дұрыс қолдана білсек, ол оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, сабақ сапасын жақсартуға үлкен үлес қосады. Сонымен қатар, ClassDojo'ны сабақ соңында кері байланыс жасау үшін де қолдануға болады. Мысалы, ең белсенді ойыншы, үздік команда, аптаның спортшысы сияқты номинациялар беру арқылы оқушылардың қызығушылығын одан әрі арттыруға болады. Апта немесе ай соңында жиналған ұпайларды талдап, шағын марапаттау ұйымдастыруда жақсы нәтиже береді.